Абай атамыз еріншекті, күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, ұятсыздық, кедейліктің бәрі осыдан шығады деген. Менің айтпағымда осы жайлы болмақ. Еріншектіктен туындаған қателіктерім өмірімнің шырқын бұзды. Расында да, осы еріншектік, жалқаулық біздің ең бірінші жауымыз. Егер жалқаулық пен еріншектіктен аулақ жүріп, еңбектенуден жалықпасақ, жолымыз ашық, ортамызға сыйлы болады екенбіз. Бала кезімнен ешбір іске зауқы соқпайтын жалқау қыздардың қатарынан едім. Өзімнен үлкен ағаларым болса да, үйдің жалғыз қызы болсам да, анама көмектеспедім. Үйдің шаруасынан қашып, ата-анамның сөздерін тыңдамау үшін мектепке қосымша сабақ, дайындық секілді түрлі сылтауларды айтып, үйде болмаудың амалын қарастыратынмын. Анам әрбір сөзіме қалтқысыз сенетін және менің білімді, жан-жақты болғанымды қалағаны үшін мектепке жіберетін. Маған үйден гөрі тыста жүрген көбірек ұнаған. Қыз баласы анаға жақын болады деуші еді. Мен отбасында қыздардың жалғызы болсам да, анаға қамқор болып, жұмысын жеңілдетуді білмедім. Үйдегі шаруаларды атқармаудағы тағы бір сылтауым ауырып қалу, ал жазғы демалыста нағашы жұртқа қыдырып кету еді. Ерте кезден ата-анамның жанынан алыстағандықтан ба, оларды сағыну, іздеу, көргенде қуана құшақтау дегенді білмедім. Көптен бері көрмесем, анам мені сағынып қалатын. Мен оны күнделікті көріп жүрген адамдай қабылдайтынмын. Кішкентай кезімнен шаруаға икемсіз өсіп жатқанымды түсінген анам 9 сыныпқа табан тірегенімде мені тыста емес, үйдің шаруаларына міндеттеуді көбірек қадағалады. Содан кейін менің сабақ үлгерімім нашарлап кетті. Өзімде сабақты жарытып оқыған емеспін. Мұғалімдердің көпшілігі ағайын туыстардан болғаннан соң бағамды көтермелеп беретін. Екінші жағынан өнерлі оқушы болып, мектептің атынан сайыстарға қатысып жүргенім, сынып журналындағы бағалардың жақсаруына көмегі тиіп тұрғанның арқасында сыныпта беделді екенім сезіліп қалды. Мектепте үштік араласқан бағамен аяқтап шықтым. Үштік баға араласқанына ренжіп, жылап, бар айыпты анама төңкеріп, өшімді анамнан алдым. Бағаның нашарлағаны кінәлі анам деп, оны көп жазғырдым. Айтқанын істемей, қырсықтым. Үштік баға өмірімді өзгертіп жіберетіндей болып, өмірден түңіліп, анамды қайта көргім келмейтіндей етіп, ренжітіп алатынмын. Көз ашық, көкірегі ояу адамдардың қатарында болсам да, ана қадірін түсіне алмаған екенмін. Мен анамды ренжітіп, бетінен алып төске шапқанымда, ол бір ауыз сөзін маған тыңдата алмай, жас бала сияқты жүзін жерге қарататын. Менің емес, мен оның анасындай ұрысқан кездерім көп болады. Ата-анаңды риза қылсаң, жолың ашық болады деуші еді марқұм әжем. Сол сөзі мен ұмыт қалдырған екенмін. Анама шамам жеткендіктен, өмірімде кездескен әрбір сәтсіздіктің ақысын анамнан алғам. Тым қатты еркінсіп кеткенмін, анама да, әкеме де сөз қайтарып өскенмін. Менің бұл мінезімнен анам ренжіп, болашағыма алаңдап, күрсініп отыратын. Мен ата-анамды риза ете алмағанымды, балалықпен жасаған шалалығым мен ес білгенде істеген қателіктерім басыма таяқ болып тиіп, өмірдің сынағынан құлағаннан кейін тәубеме келіп түсініп отырмын. Қыз мұраты кету демекші, әрбір бойжеткеннің басына ертеме кешпе ақ орамал салынатын белгілі. Менің мінезімнен, отбасындағы орнымнан хабарсыз болған оңтүстік өңірінің жігіті ескі дәстүр бойынша алып қашты. Сол кездегі келіндердің бәрі де алып қашумен келген. Бүгінде олардың ешбірі алып қашудың құрбаны болдық деп өкініш кейпін танытып отырған жоқ. Керісінше, бәрі де аттаған босағаларына тастай батып, судай сіңіп отыр. Бірнеше перзенті де өмірге келіп, төркінін ұмытып, сол әулеттің мүшесі болып кеткен. Ал мен аттаған босағамда 4 жыл өмірімді өткіздім де, некеміз сәтті болмай ажырасып кеткенмін. Содан бері арадан 9 жыл өтті. Өзімді алып қашудың құрбаны болдым деп санамаймын. Құрбан болған күйеуім және оның отбасы еді. Ол үйге құт болып кіре алмадым. Есерлігімнің арқасында еркелігімді тастамай, келін болғанымды сезінбей, өзім білермендіктен қайтпадым. Барған жердегілер мінезімнің осалдығына бас шайқап, анасы не тәрбие берген, қандай үлгі көрсеткен деп, ата-анама әркез тіл тигізумен болатын. Мен ешкімнің ақылына құлақ аспайтын, мінезімді білсе де, сөздің бәрі ата-анама тиюші еді. Сол кезде сәлде болса, ақылымды тыңдағанымда, ата-анама жаман ат әпермеуге тырысуым керек еді. Жасым 25-ке келсе де, ақымақтың ісін жасаппын.
Отбасымды жаман демеймін, әрине ажырасудың алғашқы жылдарында ажырасуға не себеп болды дегендерге күйеуім мен оның ата-анасын, туысқандарын жамандап, қаралап, өзімді сүттен ақ етіп шығарушы едім. Өзгенің кемшілігін айтқанда алдымызға жан салмайтын әдетіміз ғой. Өтірікті шындай, шынды Құдай ұрғандай қылып жеткіземіз. Өзімді қорлық көрген адам ретінде азабым жайлы айтқанымда өзгелер мені аяп кететін. Сонда бірі де бетіме келіп, өз кемшілігімді түсіндірмеген. Тек ата-анам ғана мені қолдамай, «Әй қайдам қызым, өзің жақсы болсаң бәрі өз орнында болатын еді ғой, құда-құдағидың қандай адам екенін біз де көргенбіз, олардан ешқандай жаманшылық күтпеймін» деп келте қайырды. Қызының мінезін ата-анасынан артық білетін ешкім жоқ шығар. Ата-анамның маған сенбегеніне ренжігеніммен, бүгінде олардың сөзінің растығын мойындап отырмын. Мен барған шаңырағымда келіндік міндетімді атқармай еркінсіп жүргенмін. Кешегі күннен қалған тамақты жылтып беруге де ерініп, мұздай күйінде ата-енемнің алдына қоя салатынмын. Үйдегілер менсіз шай тамақ ішіп, орнын жинамай кетсе, жас келін бола тұра ұрсып, мен сендердің құлдарың емеспін деп даурығатынмын. Олар да қайдан білсін, келін түсті, қолымыз ұзарды, келін қызметімізді жасайды деп ойлаған болар. Ал мен болсам оларға шай тамақ берген сайын жегендерін желкелерінен шығаратынмын. Ешкімнің ақылына көнбей, күйеуімді де өзімнен суытып алғанмын. Ата-анасын сыйламағанымнан кейін күйеуім маған ешқандай аяушылық көрсетпеді. Ол шаңырақта нендей қиыншылық, нендей қорлық көрсем де өз мінезімнен, әсіресе тілімнен тапқанмын. Әттең, маған тағы бір мүмкіндік берілсе ғой, қираған шаңырағымды қайта түзейтін едім деп басымды талай тасқа ұрғанмын. Арамызда дәнекер болушы перзентті де өмірге әкелмедім. 10 пәленің 9-ы тілден демекші, күйеуіме қарап, мұндай отбасында перзент әкелгенше баласыз өткенім жақсы, баламның сендерге ұқсағанын қаламаймын деуші едім. Алла ойланбай сөйлеген сөздерімді қабыл алып, перзентсіз қалдырды. Күйеуіммен 4 жыл отандасқаныммен құрсағыма бір перзент бұйырмады. Күйеуіммен өткен күндерімді тозаққа балап, енді тұрмысқа шықпауға бел буғанмын. Қарап тұрсам көп нәрсені өз тіліммен тауып, жолымның бәрін өзім жапқан екенмін. Орны толмас қателігімді дінге бет бұрып, намазға жығылғалы бері қараңғы басқан кеудеме жарық түскендей болып, жүрегім иманнан нәр алған соң түсініп келе жатырмын. Алайда бір өкінетінім, анама қуаныш сыйлап, көңілін тоқ етіп, бақытқа жеткіземін дегенде айтпай келген ажал анамызды бізден айырып әкетті. Өлгеннен кейін жақсылық жасағаным жанымды жегідей жейді. Соңымыздан еріп келе жатқан қарагөз қазақ қыздарына айтарым, ешқашан ата-ананың көңілін қалдырмаңыз. Оларға қарсы сөйлеп, ренжіте беруге болмайды. Ата-ана риза болмаса, перзентінің жолы ашық болмайды. Кедергілерге тап бола береді екен. Ата-ананың ашуы Алланың ашуы, ата-ананың қалауы Алланың қалауы дегенді ұмытпаған жөн екен. Барлық жақсылықтың бастауы ата-ана, сондықтан ең бірінші ата-аналарымызды бақытқа бөлейік. Сонда ғана өзіміз де бақытқа бөлене аламыз.